25 қыркүйек күні мен жұмыстан жаламен шығарылдым. Соған байланысты барлық құжаттар қазір қолымда, соның барлығымен таныстырамыз. Бұрын маған ешқандай ескертпе хатын берген жоқ. Менің 14 жасқа толмаған 3 жасар ұлым бар. Сондықтан да мені жұмыстан шығармау керек. Судья Султанова Айна Пернеқожаевна сізді жұмыстан шығармайды бұл бап бойынша деп айтқан. Бірақ соған қарамай, бұл мәселе бойынша басқармада, Алматы облысы білім басқармасында сөз болған. Ол жерде де заңгерлер мені жұмыстан шығармайды деп таныпты. Бірақ ол жиналыста мен болған жоқпын. Соған қарамай мені жұмыстан негізінде босатты 24 қыркүйек күні. 25 қыркүйек күні мен сіздерге хатты да жібере аламын. Секретарша Нұрдана деген қыз қайта сообщение жазып отырды, сағат 1-ге дейін келіңіз, келмесеңіз болмайды деп. Әрине, жұмыстан шығып, өзім сондай көңіл күйім болмай отырған кезде олныкі екінші жағынан соққы болды. Содан кейін мен де оған қатты жазып жібердім. Сағат 1-ге дейін бармасам, образование өртеніп кетеді ма не дедім. Не болмаса аспанға барлықтарым ұшайын деп жатсыңдар ма. Қазір барам 1-ге дейін. Содан кейін заттарымды алып кетемін дедім. Бардым, сонымен қатар трудовойыма жазып беруін. Трудовойымды алып кететінімді айттым. Олар трудовойыма менің трудовойымды біріншіден құртты, ол трудовойымды алып кеттім. Содан кейін кабинеттегі өзімнің жеке заттарым болды. Енді чайник деді ғой, чай ішетін, одан бөлек нем болды, бізде обогреватель. Бізде мысалы от мүлде жағылмайды қыс бойы. Содан кейін біз әрқайсымыз обогревательмен отырамыз. Бұл Еңбекші Қазақ ауданының барлық, тек қана білім бөлімі деп айтпай қояйын, госслужбасының басынан өтіп жатқан жағдай бұл негізінде. Сөйтіп менде обогревателім бар, содан кейін өзім кресло сатып алғанмын, оны сол 2021 жылы. Соның барлығын алып кеткелі жатқанымда 7 адам осылай келіп, мені камераға 7 жақтан түсіріп, біздің кабинетіміз өзі 2 адам отыратын, 2 адамның өзіне тынысы тарылатын бір 2 квадрат метр дейді ғой, сондай кабинет болатын. Столдан басқа, міне өзім тұрып тұрам, бір адам кірсе, екінші адам тұра алмайды ана кабинетте. Сондай жерде бұлар мені видеоға түсірді. Сонымен қатар Төлеубек Арайлы Мақсубаевнаның сенімді өкілі, өзін солай таныстыратын сенімді өкілімін. Астана қаласында парламент емес, адвокаттар палатасында отырамын. Мен заңды сендер сияқты емес, барлығын жақсы білемін. Сондықтан да барлығыңды жұмыстан шығарамын. Ешқайсың бұл жерде отырмайсыңдар деп сөйлейтін кісі болатын. Сол кісі мені тура жұмыс орнымда, ол кісі білім бөліміне еш қатысы болмаса да, дәл менің столымның жанында тұрып, ары қарай өтпейсің, ал не істеп аласың деп маған қоқан-лоққы көрсетті. Мен бар болғаны өзімнің заттарымды жинауды ғана сұрадым. Сөйтіп мені өткізіңіз деп едім, өткізбегеннен кейін жарайды деп ары қарай өтіп бара жатыр едім, кеудесімен менің үстіме құлай кетті сол жерде де. Содан кейін маған физически боль жасады, мен сенің үстінен сотқа берем, 102-ні шақырыңдар деп, ана жерді астан кестен айғай шу жасады. Содан кейін 102-ні өзім шақырдым. Арайлы Мақсубаевна сол жерде қарап миығынан күліп тұрды. Бота деген жаңадан келген бас маман болатын, юрист деп айтты негізінде. Сол адам видеоға түсіріп тұрды, ренжімесінші Зарима Әбілхаевна деп. Содан кейін сонымен қатар Зура деген апай болып, пенсионер, методист. Ол кісі де қарап тұрды, қыздар қойыңыздар деп. Одан кейін Изат деген НОБД-да жұмыс істейтін жігіт тұрды. Зарина Бөлекбаева болды, завсектор. Соның барлығы жан-жақтан анталаған кезде, жан-жақтан жабылған кезде, шыны керек мен есімді жинай алмадым. Маған үлкен стресс болды. Жұмыстан соңғы кететін күнімде ең құрмағанда сондай мүмкіндік бермеді олар. Менің кресломды шығарып беруін сұрадым Изаттан. Ол кабинеттен шығарып бергеннен кейін Дүйсебаева Ғалия Мұратбековна далаға шығарып тастаңдар креслосын деп, мені ит құсатып, заттарымның барлығын далаға лақтырып тастады забордың сыртына. Мен 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 жылдан бері сол жерде жұмыс істеймін. Кеше ғана келген олар 23 жылы қараша емес, желтоқсанның 26 күні келген кісілер менің барлық затымды шашып тастады жолдың ортасына. Оны көрген куәгерлердің барлығы бар. Сіз осынша заттарды лақтыратындай сізге бұлардың басына не күн туды деді. Сонда Қазақстан Республикасының заңы, білмеймін, қай жақта білмеймін, мен ол заң бар ма өзі? Болса мен сол заңды білгім келеді. Мен 102-ні шақырған кезде участковыйлардың өзіне Дүйсебаева Ғалия Мұратбекқызы айғайлады. Мен палатада істеймін, адвокаттар. Бәріңе көрсетем деп сол жерде де қоқан-лоққы көрсетті. Мен Астана қаласының
адвокаттар палатасынан сұрағым келеді. Бұндай мәдениетсіз адамды неге жұмысқа қабылдайсыздар? Неге ол Еңбекшіқазақ ауданын ғана емес, Алматы облысында Қоқан-лоқы көрсетеді? Неге сондай адвокаттар палатасы соншалықты үрейлі жер ме? Бәріміздің жанымызды алатындай. Екі сөз айтқызбай сотта да айғайлап, соттың өзінде қош болыңыздар, келесі кездескенше деп қолын бұлғап кететіндей палата құдіретті ме? Мен сол палатаның қандай құдіреті бар екен білгім келеді. Тоқаев мырзадан сұраймын. Адвокаттар палатасын Астана қаласындағы жабуды. Өйткені ондай құқық қорғайтын орган бізге мүлде қажет емес. Ауылдық жерлерде соның сотрудниктері бізге Қоқан-лоқы көрсетіп жатыр. Заттарымызды далаға лақтырып, ит құсатып жатыр. Ондай жердің мамандары мүлде Қазақстан Республикасына қажет емес деп ойлаймын. Осы күнге дейін, қазіргі таңға дейін әлі де жүріп жатыр. Еңбекшіқазақ аудандық білім бөлімінде әртүрлі қитұрқы істер дейді. Оны мен атап та айта аламын. Мысалы, облыс әкімі бізде Алматы облысы білім басқармасының басшысын қолдап отыр деп ойлаймын. Өйткені ол менің жеке пікірім, оны айтатын себебім Еспаева Салтанат Дауысбековна негізінде әр келген сайын, жиналыс ашқан сайын сол жерде міндетті түрде айтады. Марат Елеусізович екеуміз бір ауданда туып өскенбіз, бір мектепте оқығанбыз, ол кісі мені қолдайды деп қай кезде болса да Қоқан-лоқысын барлық ұстаздарға көрсетіп жатады. Сол бойынша енді осы күнге дейінгі, мысалы, мен қылмыстарын айтқаным үшін осы жана жабылып отыр. Әкем қайтыс болған кезде негізінде ұстаздар қауымынан менің кәсіби қолыма 40 000 теңге түскен болатын. Соны ұстаздарды ұйымдастыра отырып, маған жала жабылды. Ол жерде жала жапқан кезде 40 000 теңге негізгі өтірік өздерінің ойлап тапқаны. Ол сотта да өте өрескел қателіктер көрініп тұрса да, сот шешімінде 1 555 000 маған штраф қойылды, 640 теңге. Ол жерде Мұқытайма деген ұстаз мүлде жоқ деп, Бөлекбаева Зарина Бақытжанқызы, қазіргі сектор меңгерушісі, өз айтты, НОБД-да мүлде тіркелмеген деп. Бұны Қазақстан Республикасының барлық ұстаздары білет. НОБД дегеннің не екенін дейді ғой. НОБД дегеніміз ол Қазақстан Республикасында барлық ұстаздар тіркелетін база. Сол жерде Мұқатай М тіркелмеген болса, ол арызды қалай жазып кетті? Және де Еңбекшіқазақ аудандық сотына келмеген, мүлде түсініктемесі жоқ адам келіп, Құмарбекова Сәулемен ойы бір деп айтылған. Судья ол кісінің түсініктемесін іздеп таба алмайды. Мұқатаймы керек емес деп айтады, бірақ шешімде сол нәрсе, сол адамның аты жөні жазылып тұрады, ойы бір деп. Демек, ол судьямен жеке шешім шығарып атқанда кездесті ма, мені сол толғандырады, Мұқатаймы деген адам. Содан кейін бұл жерде 6 адам арыз жазды деп айтылған. 6 адамның, мысалы, айтар едім, 5-еуінің біреуі жоқ болған күннің өзінде 4-еуі бізден Қожмамбетова Зарима Әбілхаевна осы уақытқа дейін деді. 2018-ден 18 жылдан бастап мен білім бөлімінде жұмыс атқарып келе жатырмын. Сол уақыттан бері бірде-бір рет бізді Қоқан-лоқы көрсетіп, я болмаса менен ақша болып салады, ақша сұрады деген сөз айтылған жоқ. Соттың өзінде оны өздері мойындады. Солай бола тұра, Құмарбекова Сәуле бізден Зарима Қожмамбетова сұрады деп айтты деп солардан сұрап алуының өзі ол кісінің сыбайлас жемқорлыққа жақындығын көрсетеді. Ал Құмарбекова Сәуле Қайратқызының айтқан сөзі, оның түсініктемесі менің қолымда бар. Түсініктемесінде мен ойлап қалдым. Қожмамбетова Зарима Әбілхаевна өздеріңіз білесіздер ғой деп айтты деп жазылған түсініктемеде. Өздеріңіз білесіздер ғой деген сөз мені осы күнгі жұмыстан айыруыма себеп болып отыр. Өзіңіз білесіздер ғой деген сөзді енді өздеріңіз түсініп көріңіздерші. Білмеймін, мен бұндай сөзді мен ешқашанда сыбайлас жемқорлық сөз деп танымас едім. Бірақ біздің Қазақстан Республикасының соты да, прокуратурасы да, агенттігі де дәл осы сөзді сыбайлас жемқорлық сөз деп танып отыр. Мен ең бірінші рет осы Алматы облысы сыбайлас жемқорлық агенттігіне барғанда Абенов Бекболат мені қарсы алған болатын. Ол жерде менің үстімнен жазылған шағымдарды айтты. Мен танысуды сұраған кезде ол құпия деп маған таныстырған жоқ, мүлде таныстырудан бас тартты. Ол менің үстімнен жазылған
іс менің үстімнен қозғалып жатқандықтан мен танысуды сұрадым ол кісіден, ол берген жоқ. Содан кейін мен еш нәрсе жазып бермеймін дегеннен кейін, жазып бермесеңіз құқығыңыз бар, бірақ жазып бергеніңіз дұрыс деп сол жерде де маған қорқыту сөздерін айтты. Содан кейін ол кісінің сұрауы бойынша мен барлық нәрсені жазып отырдым. Мысалы 26 қараша күні не болды деп сұраған кезде мен 26 қараша нақ не болғанын есіме түсіре алмадым. Бірақ ол кісі Каспий Голдқа аударылған сумма бар деп маған қолын бүйтіп өзінің қолына ұстаған қалпында көрсеткенде әкеңіз иманды болсын деген сөзді оқыдым. Сол жерде ғана мен білдім 26 қараша күні әкемнің қайтыс болғанын. Бірақ бұны мен маған жағылған жала деп айта аламын. Себебі ол нәрсені әкеңіз қайтыс болыпты деп айта берсе де болатын еді. Оның қолында барлық материал бола тұра маған көрсеткен жоқ. Сол күнде маған таныстырған жоқ, бірақ мен бәрін жазып тастап кеттім.